Сәлем достар, бүгін сіздермен селедка под шубой салатының рецептімен бөлісетін боламын. Торт тәріздес ретінде жасайтын боламыз. Егер де сіздердің под шубаларыңыз үлкен көлемде жасап дастарханда қалып қалатын болса, осылай торт сияқты жасап, кішірек көлемде кусоктарға бөліп қоятын болсаңыздар, сіздердің под шубаларыңыз қалып қалмайтын болады. Бізге керекті заттар: майонез, селедка, картошка, сәбіз, қызанақ, жұмыртқаны қайнатып, ашып тазалап алдым. Картошка, сәбіз, қызылша, жұмыртқамызды теркадан өткізіп аламыз. Терканың майдасынан өткізген дұрыс. Мен жұмыртқаның 3 сарысын алып қалатын боламын. Салатымызды жасап болғаннан кейін бетін әрлеу үшін. Картошка, сәбіз, қызылшамды өткізіп алдым. Енді селедканы тазалайтын боламын. Селедка тазаламас бұрын тақтайшама пакетке кигізіп қоямын. Балықтың иісі тақтайшама сіңіп қалмас үшін. Бірінші балықтың басын алып тастаймыз, одан кейін ішін тазалап аламыз. Ішін тазалап алғаннан кейін ең бірінші омыртқасын алып аламыз. Омыртқасын қабырғасымен қоса алатын боламыз. Тура видеоны қарап отырыңыздар. Тура видеодағындай қолымыздың көмегімен алып тастаймыз қабырғамызды. Омыртқасымен қоса алып тастағаннан кейін майда қабырғалар қалады. Оны пышақтың көмегімен, қолымыздың көмегімен барлығын алып тастаймыз. Бізде бірде-бір сүйегі қалмау керек. Жеген кезде селедкада сүйек болмау керек. Қабырғамыздың сүйегін тазалап болғаннан кейін тағы да видеоға қарап отырамыз. Видеоға қарап отырып, тура мен сияқты сыртын, яғни балығымыздың қабығын алып тастаймыз. Балықтың қабығы майлы болғандықтан шетінен алсаңыздар өте оңай алынатын болады. Қабығын аш болғаннан кейін селедкамызды 4 бұрышты қылып турап аламыз. Селедкамды турап алдым. Міне менің 3 сары жұмыртқам. Бұл салат тортымыздың бетін әрлеу үшін. Салатымызды кольцоның ішіне жинайтын боламыз. Торт жасайтын астына ең бірінші картошкамды салып алдым. Картошканың үстіне майонез жағамын. Майонездің үстіне селедкамның жартысын салып, үстіне тағы да аз-маз майонез жағып, оның үстіне сәбізімізді, сәбіздің үстіне қызылшамызды аз-маздан майонез жағып отырамыз. Одан кейін барып жұмыртқамыздың жартысын саламыз. Одан кейін тағы да аз-маз майонезімізді жағып, қалған картошкамыздың барлығын салып, картошка салғаннан кейін картошканың үстіне 2 қасық, яғни аз-маз емес, көбірек мөлшерде майонез саламыз. Майонезімізді салғаннан кейін қалған селедкамызды саламыз. Селедкамыздың үстіне қалған сәбізіміз бен жұмыртқамызды саламыз. Ең үстіне қызылшамызды алып қаламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін қызылшамызды салып, үстіне қалған майонезіміздің барлығын салып, жақсылап майонезімізді жағып, холодильникке 20-30 минутқа қойып қоямын. Егер де сіздер дастарханға қоятын болсаңыздар, онда дастарханға қоярдың алдына бетіне жұмыртқаның сары уызын теркадан өткізіп қойсаңыздар болады. Егер алдын ала 2-3 сағат бұрын қойып қойсаңыздар, дастарханда 2-3 сағат тұрғаннан кейін сіздердің сары уыздарыңыз қатып қалатын болады. Сол себептен дастарханға қоярдың алдында ғана сары уызды бетіне жағып әсемдеңіздер. Салатымды 20 минутқа холодильникке салып қойдым. 20 минуттан кейін алып, бетіне сары уызымызды теркадан өткізіп, енді салатымыз бен торттың ыдысын, яғни кольцомызды осылай пышақтың көмегімен ажырата аламыз. Бірден тартып алмаңыздар. Ол кезде сіздердің торттарыңыз жабысып қалуы мүмкін, яғни салаттарыңыз жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен осылай пышақтың көмегімен ажыратып, осылай ақырындап ыдысты ажыратып алыңыздар салаттарыңыздан. Міне қыздар, біздің салатымыз дайын. Өте тез, өте оңай жасалды. Ең бастысы өте дәмді болады.
и дастарханда ерекше көрінеді. Осы салатты 8 немесе 6 бөлікке бөліп қойсаңыздар болады. Егер де видеоны дәл осы жеріне дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.